5 сабақ. Сәлем балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпайық. Мен сендерге сабақтағы тақырыптарды, тапсырмаларды, жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер түсінбей қалған жерлерің болса, комментарияға жазуларыңа болады. Немесе видеоны көріп үлгермей жатсаңдар, видеоны тоқтатып тұрып, немесе видеоны қайтадан көрсеңдер болады. 24-ші тапсырма: жұмбақты оқып шешуін тап. Ф дыбысы. Қос қоржынның артынып, қос құлақтай қалқиып тұратын бұл қай әріп? Бұл Ф дыбысы. Ф әріпі. Жұмбақтың шешуіндегі әріп қай дыбыстың таңбасы? Ол дыбыс туралы не білесің? Жұмбақтың шешуіндегі әріп Ф дыбысының таңбасы. 25-ші тапсырма: өлеңді жатқа жаз. Фойеде ел жиналған, фестивальді тойлады. Фатима қыз финалда флейтада ойнады. Осы өлеңді балалар жаттап алып, кітаптың бетін жауып тұрып, дәптерге өзіміз жазамыз. Өлеңдегі Ф дыбысы бар сөздердің мағынасын дерек көздерден қарап түсіндір. Бұл жерде фойеде ашық алаңқайда билейді. Фестиваль дегеніміз ол жарысу немесе сол сияқты спорттық ойындардың біреуі. Фатима деген ол қыздың есімі. Флейта дегеніміз ол музыкалық аспап. Ф дыбысы бар сөздерді айтып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа. Ф қатаң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Фабрика, телефон, телеграф. 26-ші тапсырма: мәтінді тыңда. Доп ойнаймын деп. Өскенбайға апасы: балам, күн кешкірді, бұзауға бар деді. Өскенбай бұзау іздеуге шықты. Ауыл сыртында футбол ойнап жатқан балалардың қасынан өтіп бара жатқан. Әй Өскенбай, мұнда кел, бізге бір адам жетпей жеңіліп жатырмыз, деп айқайлады. Балалардың біреуі аздап ойнайын деп ойлады да, жүгіріп барып ойынға қосылып кетті. Ойынның қызығына беріліп кеткендіктен бұзау Өскенбайдың есінен шығып кетті. Мәтін не туралы? Мәтін Өскенбайдың футболға барып ойнап кеткендігі туралы айтылған. Мәтін неліктен доп ойнаймын деп аталған? Сен қалай ат қояр едің? Өйткені Өскенбай доп ойнаймын деп бұзауға барғанын ұмытып ойнап жүре берген. Сол себепті мәтіннің аты доп ойнаймын деп аталған. Мәтінді өзің жалғастырып, қалай аяқталатынын болжа. Мен мәтінді жалғастыратын болсам, мәтіннің соңы бұлай аяқталар еді. Өскенбайдың есінен шығып кетті, және ол ойнап жүріп бұзауын көріп қалды. Сол кезде Өскенбайдың мамасы оны бұзауға жібергендігі туралы есіне түседі де, бұзауды үйіне алып барып, мамасынан рахметін алады. Төмендегі қай жауап сенің болжауыңа сәйкес келеді? Ойыңмен бөліс. Қараңға түсіп кетсе де қорықпады. Бұзауды іздемеді, себебі қараңғыда қорықты. Анасы оған ренжіді. Бұзау өзі келді, анасы оған ренжіген жоқ. Өскенбай анасынан кешірім сұрады. Бұл жерде бұзау өзі келді, анасы оған ренжіген жоқ. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Түсінбей қалған тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұраймыз. Мен келесі сабақта сол тапсырманы айтып шығатын боламын.